Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Баршаңызға қуанышпен бір жақсы жаңалықты бөліскелі отырмын. 10 ешкі, қазақ еліне 10 ешкі тегін беріледі. Асыл тұқымды 10 ешкі тегін берілмек. Яғни оны мен өзім жасағалы отырмын. Осы уақытқа шейін Аллахтың қалауымен хадия қылып бердік, сыйлық қылып бердік халыққа. Енді қазіргі кезде мен де өзімнің осынау немді қазақша контентті дамытқым келеді. Қазақша контентті, осынау қазақша парақшаларды, яғни әлеуметтік желілерін мен дамыту мақсатында соған сіздерден де бір осы 10 ешкіні алу үшін кішкене де болса көмек сұрағалы отырмын. Яғни ол көмегіміз ешқандай ақы бермейсіздер. Ол жердегі сіздердің көмектеріңіз күнделікті балаларыңыз, өздеріңіз, жұбайларыңыз, ағайындарыңыз болмайтын киноны да көресіздер. Болмаса блогерлердің 2000 теңге тік, 1000 теңге тік деген сондай ұтыстарына қатысып, парақшаларына тіркеліп отырасыздар. Ал енді бізде олай емес, бізде барлығы тегін болады, ешқандай да ақы сұрамаймыз. Тек қана сіздерден сұрарымыз осы қазақша контенттің дамуы үшін өздеріңіздің үлестеріңізді қоссаңыздар. Яғни, менің осы YouTube каналым бар, оңай кәсіп деген, сонымен қатар TikTok каналы бар. Сол каналдарға тіркеліп, осы видеоның, және де қазір белгілеп кетемін, осы видеоның алдындағы видеоға комментария жазасыздар, лайк басасыздар, және де подписаться батырмасын басып, тіркелу батырмасын басып, сол каналдарыма тіркеліп қоясыздар. Бұл жерде ең басты рөл ойнайтын бұл жерде YouTube каналы. Яғни YouTube каналында 100 000 тіркелушіге жеткен уақытта мен YouTube каналында 8 ешкіні ойнататын боламын. Яғни ойын қалай болады? Сіздердің жазған комментарияларыңыз бойынша сол комментариялардың арасынан іздеймін. Және де міндетті түрде сіздер тіркелген болуларыңыз керек сіздер каналға. Яғни подписаться батырмасы басылған болуы шарт. Міндетті түрде. Сіздер енді болады, диванный критиктер болады, негатившілер болады. Солар айтуы мүмкін, бұл не деген жәндегі алдау, басқа деп. Мен, мысалы үшін, біреудің бұл харам емес, бұл кәдімгі ислам дініне де ешқандай да қарама-қайшы тұсы жоқ. Себебі бұл жерде ешкім ақша тігіп, ұтылыс таппайды. Блогерлерде 1000 теңге тігіп, 2000 теңге тігіп, пәленбай 1000 адам қатысады бір машинаға. Сонда ұтатын тек бір адам ғана. Ал қалғандардың барлықтары ұтылыс табады, ақшадан ұтылыс табады. Сол себепті ол ойындар харам болып есептелінеді. Ал енді біздікінде ондай жоқ. Барлықтарыңыз тек қана сіздерде ешқандай шығын болмайды. 5 минуттарыңызды бөліп, каналға тіркеліп, әрі сіздер қазақша контенттің дамуына үлес қосасыздар. Ол жерде үлес қоссаңыздар, ем-домдары, қазақша осынау кәсіп, мал шаруашылығында осылай ем-домдары бар, басқа асылдандыру бар, солар жөнінде ақпараттарды көпшілік біле алатын болады. Ал енді менің бұл жердегі табатын пайдам менің каналым дамиды. Мен өзімнің мақсатымды, ойымды көпшілікке жеткізе алатын боламын. Сол мақсатта ғана мен сіздерге өзімнің қалтамнан шығынды алып, сол блогерлердің тігіп отқан бір машинасының ақшасы шығады. Мысалы үшін, осындай асыл тұқымды 10 ешкі, мысалы үшін, бір жақсы автокөліктің ақшасы шығады. Бірақ дегенмен де бұл жерде ешкім ешқандай ақша тікпейді, ешкімде ұтылыс болмайды. Барлықтарыңыздікі тек қана сол каналға тіркелесіздер. Өздеріңіздің ағайындарыңыз, жәндегі бала-шағаңыз, күйеуіңіз, жұбайыңыз, солардың барлықтарына осы видеоны толық таратыңыздар. Сол осы ешкілердің егері біреуіңіз болып қалуларыңыз мүмкін. Сол үшін осына қазақша контентті дамыту мақсатында ғана бұл жердегі мақсат сол үшін енді бұл жерде маған бұлайынша сол парақшамның адам саны көбейгені ғана болмаса, бұлайынша ешқандай пайда жоқ. Өздеріңіз де біліп тұрсыздар. Мына диванный критиктер қолдарыңыздан келмейді, бір адамға тышқақ беруге де шамаларыңыз келмейтіндер болады. Бірақ отырып алып, диванда әр нәрсені сайрай беретіндер болады. Ондайларға айналып өтіңіздер. Ондай қара пиғылдағы адамдардың тіркелгенінің маған қажеті де жоқ. Осылай шын ниетте, осыны қазақша контент дамысын, осы қазақ баласы дамысын деген бауырларымыз, аға әпкелеріміз
сіздерден сұраймыз, осылай тіркеліңіздер, парақшаға лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Осыны YouTube каналындағы, TikTok каналындағы, Instagram каналындағы. Мысалы үшін Instagramда бір ешкіні жәндегі сол комментария бойынша таңдап, комментария, лайк, подпискілері бойынша бір ешкіні таңдап жәндегі ойнатамыз. TikTokта бір ешкіні ойнатамыз. Сол лайк, комментария, подпискілері бойынша. Ал енді ең бастысы YouTube каналы. YouTube каналында 100 подписчикке жеткен уақытта, 100 тіркелушіге жеткен күні біз осыларды ойнататын боламыз. Осындай асыл тұқымды ешкілерді ойнататын боламыз. Одан кейін тағы да біреулеріңіз айтуыңыз мүмкін, бұл ешкілеріңіз сатылымға шығып жатыр, бұлар сатылып кетсе қалай болады деп. Сіздерде ешқандай уайым болмасын. Қазіргі таңда жаңадан асыл тұқымды ешкілерді кіргізіп жатырмын. Мынау менің каналымда білесіздер, көресіздер. Ол ешкіні сіздерге беру, ол менің проблемам. Мен сіздерге асыл тұқымды 10 ешкіні беретін боламын. Міне көріңіздер. Мен қазір сіздерге парақшалардың нелерін, суреттерін осы экран бетіне шығарып кетемін. Сол жерден тіркеліңіздер, подписаться батырмасын басасыздар, лайк басасыздар. Сонымен қатар астына екі видеоға, яғни осы мен қазір шығарып отырған осы видеоға комментария жазасыздар, лайк басасыздар, и осының алдындағы видеоға комментария, лайк басасыздар. Сол комментарияларыңыз бойынша, пікірлеріңіз бойынша біз осыны ешкілердің егелерін анықтайтын боламыз. Ешқандай да мысалы үшін шығындарыңыз жоқ. Былайынша сол жәндегі YouTube'да біреудің видеосын да көресіздер. Болмаса Instagram'да біреулердің посттарын да отырып көріп отырасыздар, парақшалап. Сол уақыттарыңызға 5 минут уақыттарыңыз кетеді. Сол 5 минуттың ішінде бір асыл тұқымды ешкі алсаңыздар, нелеріңіз кетті. Егерде Алла бұйыртып атса, Құдай қаласа, мысалы үшін кез келгеніңіз сол ешкілердің егесі болуларыңыз мүмкін. Біреулеріңіз айтуларыңыз мүмкін, сонда 100 мың адамға бір 10-ақ ешкі ма деп. Бір ешкінің өзін, бір лақтың өзін ешкім сізге туған бауырыңыздың өзі тегін бермейді. Туған бауырыңыздың өзі тегін бермейді. Ал мен өзімнің қалтамнан, өзімнің осына бала шағамның несібесінен жырып, мен өзім 10 ешкіні халыққа тегін бергелі отырмын. Яғни ол жердегі мақсат, бағанда да айта кеткендей, осы қазақша контентті дамыту, сол мақсатта мен осылай шығарып жатырмын. Егерде қажет етсеңіздер, осылай тіркеліңіздер парақшаға, қазақша контентті дамытайық бірге. Осы видеоларды толық таратыңыздар ағайындарыңызға, достарыңызға, тума-туыстарыңызға, үйдегі бала шағаңыз барлығы тіркелсін. Любой адам қатыса береді. Кез келген адам қатыса алады. Бұл неген? Осындай ешкінің егері, мысалы үшін 5 жасар балаңыз болуы да мүмкін, болмаса жәндегі үйдегі апа-аталарыңыз болуы мүмкін. Бірақ егерде тағы да айта кетейін, егерде мысалы үшін бір рет айналдырған кезде, барабанды бір рет айналдырған кезде, сол бір адамға бір ешкі шығатын болса, оны қайта айналдырғанда бір адам бірақ ұтысқа қатыса алады. Былайша айтқанда бір адам бірақ ұтысқа қатыса алады. Себебі мен 10 адамға бергім келіп отыр, бірақ дегенмен де екі парақшамен қатысып отса, мысалы үшін жәндегі анасы ұтып алса бір ешкіні, содан баласы ұтып алатын болса келесіне де, онда ол беріледі. Себебі ол әділ түрде. Себебі бұл жерде адам саны маңызды болып тұр. Бір адам емес, адам саны маңызды болып тұр бұл жерде. Сол үшін кез келгеніңізге, егер Алла нәсіп етіп атса, бұйыртып атса, кез келгеніңіз ұтыс егері болуларыңыз мүмкін, осындай асыл тұқымды ешкінің егері болуларыңыз мүмкін. Сол үшін 5 минут қана уақыттарыңызды бөліңіздер. Мынау парақшаға тіркеліп, YouTube каналына, TikTok каналына, және де Instagram каналына. Ең бастысы үлкен ешкілердің саны 8 басы ешкі ойнатылатыны ол YouTube каналында. Яғни YouTube каналында соның тіркелушілер санына қараймыз. 100 мың тіркелуші болған кезде біз сол осы видео және де осының алдындағы видеосы, қазір оны да сіздерге міне шығарып кетемін. Осы екі видеоға тіркеліп, лайк басып, және де парақшаға подписаться батырмасын басып кетсеңіздер болғаны. Сіздерден сұрарымыз тек сол. Одан кейінгісі, Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, міне деп сіздердің ұтыстарыңызды хабарлайтын боламыз. Міне баршаңызға сәттілік. Алла нәсіп етсе, кез келгендеріңізді осылай нақты шын қалаған адамдардың, осылай асыл тұқымды ешкілердің егері болғанын Аллах нәсіп етсін.
мына баршаңызға тілерім сол. Еш уайымдамаңыздар, ойын әділ түрде болады. Себебі мен де кәдімгі сіздер секілді қарапайым қазақтың баласымын. Асып-тасып баратқан бір не емеспін, блогер емеспін, бір байбатша, бір нәрсе емеспін. Осылай адал пейнетпен, былайша айтқанда, тіртінектеп жинаған дүнием, соны осы қазақша контентті, осы парақшаларымды дамыту мақсатында осылай халыққа 10 ешкіні үлестіріп беріп жатырмын. Енді болға дейін бердік, Аллахтың қалауымен, Алла қабыл етсін енді оны. Жәндегі сыйлыққа да бердік, қадияғып та бердік. Енді дегенмен де менің де мысалы үшін бала шағамды асырап отырмын, басқа қылып отырмын. Соған сіздерден мен ешқандай ақша сұрап отқан жоқпын. Тек қана менің сұрарым осыны подписаться батырмасы, сонымен қатар комментарий и лайктарыңыз болды. Басқа одан басқа ешнәрсе сұрап жатқан жоқпын. Сол себепті барлығы да жәндегі халал түрде болып тұр. Бұл жерде бір ешқандай арам пиғылды, болмаса сіздерден ақша ұтылыс нағылатын ондай жағдай болып тұрған жоқ. Сол 5 минут, мысалы үшін видеоны да көресіздер, мультфильмде көресіздер, жәндегі болмайтын бір жәндегі біреулердің машина өртеп атқаны, басқа қылып атқаны, соны да көресіздер. Одан да сол 5 минуттарыңызды арнаңыздар, нелеріңіз кетеді. Сол жәндегі комментарий мен лайк басу, и подписка жасау болды. Сіздерге ешқандай қиындығы жоқ қой. Сол нәрсені істейсіздер дағыны, бір асыл тұқымды ешкінің егері болдыңыз. Сол баршаңызға бұйырсын енді. Мына сіздерден қолдау күтеміз. Осы видеоны барынша таратыңыздар, достарыңызға, тума туыстарыңызға барлығына таратыңыздар. Алла нәсіп етсе, кез келгеніңіз осы ешкілердің, асыл тұқымды ешкілердің егері болуларыңыз мүмкін. Сәттілік баршаңызға. Тағы да бір өте маңызды жағдайды айта кетейін. Кейде бір қазағым десең өзіңе тиеді. Ішің ашитын жағдайларда болып жатады. Қырғыз бауырлар, өзбек бауырлар, басқа мұсылман бауырлар, басқа мемлекеттегі солар жақсы қолдау, жақсы пікірлер жазып, тілек дұғаларын, ниеттерін тілеп жатқан кезде кейбір, барлығы демеймін, кейбір қазақ бауырларымыз өзіміздің іштерінің жәндегі тарлығын көрсетіп, арам пиғылдарын жүзеге асыру мақсатында болмайтын пікірлер жазып жатады. Адамға жадына тиетін сондай бір жаман сөзді пікірлер жазып жатады. Бұлай жетқанда сол бағандегі диванный критиктер. Олардың араларында мысалы үшін осындай кәсіппен айналысып жүргендер де бар. Өтірік парақшамен жазып қоятын. Оларды да білмейді емес, білеміз. Бірақ Алладан сұрарым, соларға сана берсін. Айтады ғой, бір адамға жақсылық тілесең, Алла тағалам соны 10 есе қылып қайтарады дейді. Егер де жаманшылық тілесең де, оны да 10 есе қылып қайтарады дейді. Сол үшін тек қана бір-бірімізге жақсы ниетте болайық, жақсы дұға тілекте болайық. Енді сол бағандегі басқа мемлекеттердегі кез келген мұсылман бауырларыма мен айта кетейін, кез келгеніңіз қатыса аласыздар. Егер де Өзбекстан ұтып алған болса, Қырғызстан ұтып алған болса, жеткізу жағына шамал проблема болатын болса, онда осылай ақшасында ақшалай қылыпты беру жағын қарастырамыз. Сол үшін кез келгеніңіз қатыса аласыздар. Баршаңызға сәттілік. Қолдап жүрген барша мұсылман бауырларыма, қазақ, өзбек, қырғыз кез келгеніңізге тілерім, отбасыларыңызға амандық тілеймін, баршаңызға сәттілік.